Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді келіп жеткен Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Және де бүгін сіздерге ауызашарға арнап, осындай өте дәмді әрі тойымды болып келетін өзбек халқының хамир хасиб деп аталатын тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге керекті заттарымыз ұн, жылы су және де жұмыртқа, тұз, сарымсақ, паприка, қара бұрыш, күріш және де фарш қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, кішкене араластырып, одан кейін тұзымызды, суымызды құйып, тұзымыз толықтай ерігенше араластырамыз. Одан кейін біртіндеп ұнымызды салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылмаймыз, яғни орташа қаттылықта илеуіміз қажет болады. Жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Фаршымызға паприка, қара бұрыш, тұзымыздың барлығын салып, одан кейін шала піскен күрішімізді салып, сарымсағымызды осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Ыдысымызға барлығын салып, қолымызбен осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді осылай дайындап қоямыз. Одан кейін қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, яғни жыртылып кетпейтіндей болу керек, бірақ жұқа қылып жаямыз. Одан кейін осылай мантыға кескендей етіп, әр бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мантыға салмасын ортасына салатын болсақ, бұған тек ұшына ғана салатын боламыз. Одан кейін осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап орап алатын боламыз. Суымыз қайнағаннан кейін мантыға пісіргендей етіп, яғни 40-45 минут көлемінде дайын болғанша пісіретін боламыз. Міне біздің хамир хасиб деп аталатын өте дәмді әрі тойымды болып келетін тағамымыз дайын болды. Ауызашарға бүгін үлгермесеңіз де ертең дайындап көріңізге болады. Өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және де ауыз бекітіп жүрген жандар менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өйткені қалған 28 күнде әртүрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығыңызға ас болсын.